Бақытты адам қандай болуы керек? Жақсылықтар ортасында жарқырап жүрген жан ба? Әлде өмір сынағын шүкірлікпен қабылдап, адалдыққа ұштастыра білген жан ба? Қайда барам? Жақыпбектің сөзіне неге ердім? Бантының тіліне еріп, өз тұрмысымды өзім білдіргенім қалай? Нешін бұлай істедім? Еңбексіз бақыт үшін, қыз үшін. Қашқын емеспін бе? Колхоздың дұшпан емеспін бе? Елінен қашып пысып жүрген, есім болыс алдымнан салтанатты өмір дайындап қояр дедім бе? Байлығының берекесі кетіп, бақытсыз бейшараға айналғанын білсемші, не бетіммен елге қайтып барам? Бәрі қалай басталып еді? Менің есімім Жамал. Ерте жетім қалып, тағдырдың тауқыметін көп тарттым. Жастайымнан ақша үшін шалға сатылдым. Жесір қалдым, мойымадым. Күн көру үшін адал жұмыстың бәрін атқардым. Өтегенмен осында таныстым. Бірі шынайы еңбек адамы, бірі жеңіл жолмен бақыт іздеген бейбақ. Есім болыстың сойылын соққан, сұмпайы Жақыпбектің колхоз басшысы болғанын қаламаған ем. Дегеніне жетті. Ниетінің бұзық екенін ішім сезек. Ақыры жалқаулығы бір басынан асып түсетін күйеуін Өтегенді де өзімен ниеттесетті. Бір жоспары бары анық. Ал мен сәбиімді құшағыма алсам ғана бақытты болатындаймын. Бақыт тек қана еңбекпен келеді, бірақ бәрі тым оңай көрінеді. Өтеген кетті, бірақ мен ештеңеге мойымадым. Шынайы бақыт адал еңбекпен таза ниетте екеніне іштей сендім. Мен бақытты Жамал. Еңбектің жемісі барға қанағат етуден шынайы бақытымды таптым. Бақыт тек қолда барға шүкіршілік ету емес. Ол адал еңбекпен мағынасыз, өткінші қуаныштардың тереңінде жатар шынайы қанағат. Ілияс Жансүгіров оқулары дайындаған Ақшұқыр мектеп гимназиясының оқушысы Сұлтанәлі Қарлығаш.